Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақстандықтар және Қазақстан Республикасының президенті Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлы. Біздің педагогтардың бас ұстазы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Аймағамбетов Асхат Қанатұлы. Мен өзімді таныстыра кетсем, Түркістан облысы Түлкібас ауданы Сәстөбе елді мекен тұрақты азаматшасымын. 12 жылдан бері білім саласында, яғни аталған елді мекенде, Сәстөбе елді мекенінде 2009 жылдан бері Қарлығаш балабақшасында тұрақты тәрбиеші қызметін атқарып келемін. Қазіргі таңда елімізде жарияланған 2020 жылы 20 наурыздан бастап төтенше жағдай жарияланған күннен бастап үйде карантинде отырмыз. Қазіргі таңға дейін карантин жалғасуда. Сіздерге президент Қасым-Жомарт Кемелұлы және Асхат Қанатұлы, сіздерге үлкен алғысымды айтам. Біздің айлығымызды, аз ғана балабақшаның айлығы аз, өздеріңізге белгілі. Аз ғана айлығымызды уақытылы 100% төлеп, ай сайын тұрақты өз уақытысында алып отырмыз. Сіздерге көп рахмет айтам. Менің мәселем мынандай, айта кетейін. Қазір карантин болғандықтан біз Қарлығаш балабақшасының өзінің арнайы WhatsApp желісінде Қарлығаш чаты бар. Осы чатымызда бізді газет-журналға жазылыңдар деп жатыр. Осыдан 1-2 апта бұрын мен бір хабарландыру болған, газетке жазыламыз деп. Сол кезде Түркістан облысының білім басқармасының шығарған хабарландыруларының бірін оқып қалып, жазылған номерге хабарласқан болатынмын. Сіздердің хабарландыруыңызды оқып көрдім. Алайда біз Түлкібас ауданында газетке жазыл деп айтып жатыр. Осы дұрыс па, жазылайық па деп. Сол кезде жоқ, сіздер ерікті түрде жазылмайсыздар. Ерікті түрде жазылам десеңіз жазыласыз, жазылмайым десеңіз ешкім қыштамайды деп жауап берген болатын. Мен оны әдіскерге айтқан болатынмын. Өзіміздің чатта жіберіп. Содан кешеден бері қайтадан балабақша әдіскері газетке жазылыңдар деп айтып жатыр. Білім басқармасының айтқан хабарландыруындай ерікті түрде жазылыңдар. Жазылмайым десеңдер де өз еріктерінде деген сөз болған жоқ. Ауданға үлес қосуымыз керек, барлық балабақшалар жазылып қойған, біз ғана жазылмадық деп жатыр. Балабақша айлығын біз 9 декабрь күні алып қойған едік. Осы жылдың 2020 жыл ертерек, жыл аяғы болғандықтан. Алатыным мен 102 мың айлық. Оның 50% басында несием бар, несиеме кетеді. Қалған 50 мыңды күн көрістемін. Өзім болсам жалғыз басты анамын. Кәмелет жасына толмаған 3-ші сыныпта оқитын 9 жасар ұлым бар. Содан мен қайтадан білім басқармасына хабарластым. Төмендегі берілген номері бойынша. Сіздің айтқаныңыздай өткенде хабарлап едік. Бірақ Түлкібас ауданы әкімдігі, Түлкібас аудан білім бөлімі, бұл сіздердің шығарған білім және ғылым министрі Қанатұлы сіздердің шығарған бұйрықтарына бағынбай ма деп. Содан ол кісі жауап берді. Бәріне бірдей білім басқармасына бөлінген қаражат, білім саласына бөлінген қаражат жетіп артылады. Ақша жиналмау керек, ерікті түрде газетке жазылу керек деп. Арамызда кейбір тәрбиешілеріміз ерікті түрде жазылып жатыр өз еркілерімен. Бірақ та менің айтайын дегенім, арамызда
Бәріміздің отбасылық жағдайымыз бес саусақтай емес. Құрметті президент, құрметті Асхат Қанатұлы. Бірі көп балалы ана, бірі мен сияқты жалғыз басты ана, бала шағасы бар. Бірінің басында үйі жоқ, арамызда мүгедектер де бар. Әрине, бір мекемеде істегеннен кейін өз басшысына, өз әдіскеріне ешкім жоқ деп айта алмайды. Бірақ та Түлкібас ауданының білім басшысы Ержан Қадырбек мырза, сіз осы хабарландыруды басшыларға, қол астыңыздағы мекеме басшыларына таратар алдында білім басқармасы айтқандай, ерікті түрде деп айттыңыздар ма? Айтқан болсаңыздар, қол астыңыздағы мемлекеттік мекеме басшылары, әдіскерлері, неге бізге ерікті түрде жазылыңыздар деген хабарламаны жазбайды? Менің хабарласқанымды біліп, кеше кешке әдіскерім маған жекеме шықты. Одан бүгін тағы да өзіміздің ұжымдастардың арамызда екі аяқты адам емес, арамызда адам емес, екі аяқты сатқын бар екен деген сөздерді жазып жатыр. Басқа ұжымдастар ол кім екен, Құдай сақтасын, Құдай көрсетсін деп, әрине әдіскердің айтқан сөзіне жақтап жатыр. Асхат Қанатұлы, Қазақстан Республикасында барлық педагог қызметкерлерінің бас ұстазы өзіңізсіз. Одан кейінгілер, менің білуімше, облыс басшылары, аудан басшылары, мекеме басшылары. Бәріміз де сізге бағынамыз. Сонда біздің Түлкібас ауданы сіздің шығарған жарлық бұйрығыңызға бағынбай ма? Ерікті түрде неге чатқа жазбайды? Біріміздің ақшам, мысалы менің ақшам жоқ, мен жазыла алмаймын. Оның қаншалықты заңды, заңсыз екенін білейін деп, қайтадан Түркістан облысының білім басқармасына хабарласқан едім. Ол жақтан тағы да ерікті түрде неге түсіндіріп жазбайды деп, менен балабақша меңгерушісінің аты жөні мен балабақша әдіскерінің аты жөнін сұрап алған болатын. Содан бүгін балабақша әдіскері арамызда адам емес, екі аяқты бар екен деп, чатта бүкіл қызметкерлердің арасында мені жерге ұқты. Мен соншалықты бұлай әлеуметтік желіге шықпас едім. Бүгін жүрегіме қатты батты. Өмірдің қиыншылығын көріп өскен едім өзімде. Кешіріңіздер, мен әлеуметтік желі қолданушылары, өзімді көңілім босап кетті. Менің балабақша әдіскерім бізге ақыл кеңес, өнеге көрсететін. Біз сол кісіден тәлім аламыз ғой. Адам емес, екі аяқты деп малға денеді. Одан кейін мені қасымдағы әріптестерім қайтып сыйлайды. Мен соншалықты 2009 жылдан бері өз жұмысымды атқарамайтын сауатсыз педагог емеспін. Асхат Қанатұлы, менің өзімнің осынша жылдардағы жинаған өзімнің жинақтарым және қағаздарым бар. Өзім қазіргі таңда 1-ші санатты тәрбиешімін. Мені өзімнің көрсететін алғыс хаттарым, қаншама ауданнан алған мадақтамаларым. 2019 жылы Қазақстан Республикасында алғаш балабақша құрылған жылдығына, 100 жылдығына конференциясына қатысып, жинағым конференцияда 100 жылдық кітапқа еніп, балабақшаның конференция қатысып,
өзім жинағым шыққан болатын. Қол астымдағы тәрбиеленушілермен атқарған жұмысыма мадақтамам. Аудандық семинардан алған мадақтамаларым. Бұл да аудандық семинардан алған мадақтамаларым. Екі 2018 жылы облыс көлемінде балабақшада облыстық семинар өткеннен алған, өз жетістігіммен алған, өз сабағымды көрсете отырып алған алғыс хаттарым. Айта берсем, алғыс хаттарымның бәрі өз еңбегіммен алынған. 2019 жылы балабақшаның 10 жылдығына орай менің аудан әкімі еңбегімді ескеріп, Нұрбол Тұрашбеков Әбдісаттарұлы алғыс хатпен марапаттаған болатын. Биыл 2020 жылы карантин болғандықтан әлеуметтік желіде тәрбиеленушілердің жұмыстарын жан-жаққа шығарып отырған жұмысымды бағалап, аудан әкімі алғыс хатмен марапаттады. Құрметті қазақстандықтар, құрметті Асхат Қанатұлы, елбасымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы, мен соншалықты көргенсіз, надан, білімсіз, тәрбиеші емеспін. Өзімнің мамандығым қазақ тілі мен әдебиеті. Мамандығым балабақшаға сай емес, рас. Бірақ өзіміздің ауылдың мектепке де ауыса алмаймын. Қазір барлық жерде жемқорлық орын алып басып кеткен, мен сияқты ақша бере алмайтын педагогты жұмысқа алғысы келмейді. Бұлай ашық айтқанда, қаншама директор алдарына да бардым, жұмысқа қабылдамайды, орын жоқ деп қайтарады. Менен кейінгі дәл мен мамандықтарымен жұмысқа кіріп кеткендер болды. Отбасылары толыққанды, әрине күйеуі бар, ақша беріп кіргендер. Ауыл арасы дегенде қаншама адамдардан сұраймын, мектепке ауысамаймын деп. Айбетпеңіздер. Мен бүгін қатты қапа болып отырмын. Мені балабақшада заңды түрде газетке жазылмаймын, жағдайым жоқ деп те айттым. Ақшам жоқ, жазылмаймын десем, облысқа да хабарлағанымды біліп, адам емес, екі аяқты, сонда мен жануарға теңегеніме, мен адам болмағаныма, менікі дұрыс емес пе, Асхат Қанатұлы? Айтыңызшы, мен бүгін өте қатты, өз әріптестерім арасында өте жерге оғылған тәрбиеші болып отырмын. Мені кім қорғайды? Халық болып, осындай өз-өзін ұсталмай кеттім. Түлкібас ауданының әкімдігі Нұрлан Мархабатұлы, сіздер неге осындай нәрсені қадағаламайсыздар? Ерші білім бөлім басшысы Ержан Қадырбекұлы, сіздер сонда осындай ерікті түрде жазылыңыздар деген хабарламаны айтпайсыздар ма? Ауданға үлес қосу керек деп жағдайға қарамай, педагогтардың арасынан осылай ақша жинайсыздар ма? Бұл қаншалықты созылады? Сонда жазылмаған адам жұмысқа шыққанда карантиннен жұмысқа шыққанда маскасы шешіледі дейді. Маскамыз шешіле ма? Сонда жұмыстан шығарыла ма? Мені қорғаңыздар, құрметті қазақстандықтар. Құрметті Асхат Қанатұлы, осы жағдайдың мән жайын анықтап беруіңізді сұранам. Сау болыңыздар.